Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Алтай Ньюс медиа орталығы сіздермен Қуаныш Рахметоллаұлы. Маңызды оқиғалар салмақтап, ел тынысынан хабар жеткізетін боламыз. Таза Қазақстан экологиялық акциясына Өскемен қаласының тұрғындары да белсене қатысуда. Киелі мекен апталығы аясында шаһардағы тарихи мәдени ескерткіштердің айналасына тазалық жұмыстары жүргізіліп, абаттандырылып жатыр. Экологиялық акцияға белсене атсалысқандардың қатарында Үлбі металлургия зауытының қызметкерлері де бар. Кәсіпорын жұмысшылары Ефим Славский мен Владимир Потанин ескерткіштердің айналасын тазалап, абаттандырды. Құрылымның бөлінген жерлерін, тұғыр жанындағы плиткаларды және ескерткішке апаратын жолдарды қалпына келтірді. Шығыс Қазақстан облысында жыл басынан бері 362 жүргізуші мас күйінде көлік басқарған. Олардың 22-сі бұрын жүргізуші куәлігінен айырылғандар. Облыстық полиция департаментінің мәліметінше ұсталған жүргізушілердің барлығы 15 тәулікке әкімшілік қамауға алынып, 7 жыл көлік жүргізу құқығынан айырылған. Егер көлік иесі жүргізуші куәлігінен айырылып рөлге қайтып отырса, қылмыстық жауапкершілік пен бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Фристайлдың могул түрінен жасөспірімдер арасындағы 2024 жылғы әлем чемпионы және күміс жүлдегері Анастасия Городко жерлестерімен кездесті. Спортшымен кездесуге облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының басшылығы мұрындық болған. Іс-шараға сонымен қатар спорт саласының өкілдері мен ардагерлері қатысып, су жаңа әлем чемпион жарқын жеңісімен құттықтады. Еске салайық, жерлесіміз Анастасия Городко осыдан бірер күн бұрын Италияның Киезин Вальмаленко өңірінде өткен жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында жекелей сында топ жарған болатын. Байрақты бәсекенің финалында 71,89 ұпай жинаған өскемендік спортшы осылайша жаһандық біріншіліктердегі алтындар санын ескеуге дейін жеткізді. Айта кетейік, Анастасия алғашқы алтын медалін 2022 жылы жеңіп алған болатын. Биыл облыс орталығында алғаш рет гүлмен безендірудің аралас композициясын іске асырып көрмек. Өскемен қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жолаушылар көлік және автомобиль жолдары бөлімінің хабарлауынша, ауа райы тұрақталғаннан кейін жаңа маусымда қала билігі 1 жылдық және көп жылдық гүлдердің үйлесімінде гүлзарлар жасауды жоспарлап отыр. Аралас гүлзарларды 8 учаскеге бөлу жоспарланған. Мұнда шырайгүл, цицинария, целозия, барқыт шөп, нарқайсар сияқты және басқа да 1 жылдық гүлдердің комбинациясы, сондай-ақ көп жылдық гүлдер шығыс гүлі, жыланаяқ, анемон, тау шымылдық және басқалары пайдаланады деп атап өтті Өскемен қаласының тұрғын үй коммуналды шаруашылығы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінде. Шығыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Дархан Сапанов өңірдегі медициналық ұйымдардың басшыларымен кеңес өткізіп, пациенттерді қолдау қызметін және ішкі аудитті күшейту, медициналық көмек көрсету сапасын жақсарту, халыққа медициналық қызметтерді қолжетімді ету мәселелерін қарастырды. Дархан Сапанов денсаулық сақтау басқармасына медициналық бақылау департаментімен бірлесіп, медициналық қызметтердің сапасы мен қолжетімділігін арттыру, дәрі-дәрмек жеткізу, өлім жітімді азайту бойынша нақты іс-шаралар жоспарын әзірлеуді, медициналық ұйымдармен арасындағы өзара іс-қимылды реттеуді тапсырды. Сондай-ақ ол барлық медициналық ұйымдарға Шығыс Қазақстан облысының мамандандырылған медициналық орталығындағы пациенттерді қолдау қызметін тәжірибесін енгізуді ұсынды. Шығыстың бас шаһарында ондаған мың көшет егіледі. Облыс орталығында 27 сәуірде көгалдандыру акциясы басталады. Экологиялық науқан аясында ондаған мың көшет егіледі. Өскемен қаласы әкімінің орынбасары Ирина Смиттің айтуынша, көгалдандыру жұмысы қаланың түрлі аудандарында жүргізіледі. Облыс әкімі Ермек Көшербаевтың бастамасымен көшет егуді қолға аламыз. Бұл игі іске еріктілерді және барлық ниет білдірушілерді шақырамыз. Саябақтар мен гүлзарлардың аумағына, көшелер мен даңғылдардың бойына көшет егіп, қаламызды бірге көркейтеміз, деді Ирина Смит. Экологиялық акциясында 79 аула көгалдандырылады. Астана көшесін Абай, Шәкәрім, Есенберлин даңғылдарының бойына 19, 20, 21 және 25 шағын аудандарды Тәуелсіздік монументінің аумағында көшеттер егіледі. Сонымен қатар қаладағы мектептер мен балабақшалардың ауласына 50 талдан егу жоспарланып отыр.
Құрметті ағайын, біз түйіндедік. Арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Әр істеріңіз берекелі, әр күндеріңіз мерекелі болсын.